Әсемдік кремі. Теледидардан тікелей эфирден репортаж жүріп жатыр. Диктор қолындағы микрофонды жас бір қызға ұсынды. Әсемдік тақырыбында бір зерттеу жүргізудеміз. Әсіресе терінің сұлулығы неге байланысты деп ойлайсыз? Әлі жеткілікті мөлшерде табыс таппайтын болғандықтан бетіме қияр қабықтарын жапсырамын. Кейде қияр кремін қолданамын, сондықтан жылтырап тұр. Диктор жас әйелге барып: сіз ше ханым, сіздің де бетіңізге ерекше күтім жасайтын сияқтысыз, деп сұрайды. Әлгі ханым: мен қымбат кремдер қолданамын. Орта жастағы әйел араласып: бұрын мен де солай жасағанмын қызым, бірақ терімнің ылғалдылығы көп кетіп қалған болуы керек. 3-4 жылдан кейін терім босап қалды, деп қарсы шықты. Жас әйел: бірақ теріңіз жаман емес сияқты, деп жауап қайтарды. Пластикалық операция дегенді естіп пе едіңіз? Терімді тарту үшін пышаққа ас түсті дейсіз бе мені? Диктор маркеттің сөрелеріне зат қойып жатқан бір жасы үлкен әйелді көреді. Өзі жұмыс дейтін арнаға көп жарнама беретін косметикалық фирмаларды ренжітпеу үшін сол жаққа барып: апай, тері күтімі туралы зерттеу жүргізудеміз. Сіз ұлғайған жасыңызға қарамастан осындай әдемі болып сақталған бетіңізге қандай крем жағасыз, деп сұрайды. Сонда әлгі әйел орамалын жөндеп: мен бетімді креммен сүртпеймін балам, мен бетімді жайнамазға сүртемін, дейді.